біздің үйге Ал құрметті қонақтар, жайғасыңыздар, біздің бесік тойымыз басталайын деп жатыр. Ал көршілер, ағайын жұртым, бүгін біздің құдағиларымыз келе жатыр. Кішкентайымыз немереміздің бесікке салу жөн жосылғасын алып келе жатыр екен. Той құтты болсын. Ал Ақтөлге аман келдіңіздер ма, құдалар? Ел жұрттарымыз қалай? Амансыздар ма? Халқымыздың сан ғасырлық тыныс тіршілігіне байланысты ұлттық тәлім-тәрбиеге қатысты салт дәстүр әдеп ғұрыптары да бар. Соның бірі бала туылғаннан кейін баланы бесікке салу дәстүрі. Бесік адам сатысы. Ал Айман, бөпеңді алып келе ғой, Айман. Төркінің келіп жатыр. Ал құдағи, қош келдіңіз мынау. Балаларға бесіктің жөн жоласын түсіндіріп, тұшқынасын беріп, бөпемізді түсіндіріп жіберіңіз. Ең алғашқы, ең бірінші бесікті ағаста боламыз. Қазақ баласын ағаш бесікке салып баққан. Ағаш бесік көшпелі өмірге өте қолайлы. Бесікті қазақтың құрмет тұтуы соншалық, кейде атасы жатқан бесікке немерелері жатқан. Қазақтың туған жері алтын бесікке теңеуде бесікті ардақтаудан шыққан. Бесік түгел ағаштан жасалады. Алас, алас, бәледен алас. Алас, алас, есі келді алас. Көзден, тілден алас. 40 қабырғасынан алас. 30 омыртқасынан алас. Бәле жаладан сақтай көре Аллам. Бесікке салушы бесіктің барлық жабдықтарын орын-орнына қойғаннан кейін шашуға әкелген құрт май бауырсақты уыстап алып, бесіктің түбек байлайтын тесігінен төмен өткізіп, бесік астынан қолын тосқандарға үлестіріледі. Бұл дәстүр тұштырма деп аталады. Ал балалар келіңдер. Жақынаңдар, балалар келіңдер, жақынаңдар. Тұмарын тақты. Ал тұштыма, тұштыма. Тұшқан жоқ қой. Тұштыма, тұштыма. Айтсаңдаршы. Ай, көп тұшты ғой. Ал несібесі көп болады кен. Ал, алыңдар. Әжеліктің береді, ал отырайын. Ал енді бесікке баланы бөлейік. Бесіктің құрылысы келіннің әнінде бұлай баяндалады. Түбегіңді, шүбегіңді салайын, денең таза болсын деп. Бас жастықша салайын, басың жұмсақ болсын деп. Екі бел жастаншы, бел көрпеңді салайын. Сымбатты сұлу өссін деп, тартпа бауды тартайын. Сымға тартқан сүйректей, денең сұлу болсын деп. Жабуыңды жабайын, жел суық тимей қалсын деп. Ортаны ашыңдар, балар, аша қойыңдар ортаны, аха. Мына бөпелеріңді көрсіңдер, мына бөпелерің бесікке салып жатыр ғой, мына апаларың алыстан келді. Қайда Айман? Ал апасы. Міне, мына жақта, бөпеміз мына жақта. Ала қойыңыздар, немелер. Оң жағынан, оң жағынан. Оңынан сала ғой. Сұлу болсын деп айнасымен тарағын қойды. Бәле жаладан сақтасын деп қайшысымен пышағын салып, өкісін салып тұмарын тақты. Аяғын бойын жазып бір тың демін алсын баламыз.
батасын берсін нағашы апасы, иә? Ал апасының батасын алайық. Қолдарыңды жайындар, балалар. Әлдей ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, бесігің берік болсын, ұйқың тыныш тәтті болсын. Атанаңды қуантып, еліңе елеулі бол, денің сау, жаныңа аман, ақылды, білімді бол, жолың ашық болсын. Аумин. Аумин. Батаңыз қабыл болсын. Тыныш ұйықтасын деп, әлдей бесік жырын айтайық бірге. Әлдей ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілі шағып берейін, байқұтанның құйрығы жіпке тізіп берейін, ән тыңдағын кесегер, және айтайын жан бөпем. Бала ұйықтаған кезде тыныштықты сақтаймыз, е? Бала тыныш ұйықтасын. Иә, бала ұйықтаған кезде қатты сөйлемейміз, шошып қалады. Боз бесікті тербетпейміз, қозғамаймыз, иә? Үлкендердің көмегінсіз ұстамаймыз. Ал Құдай жөн жосалын жасап, міндетіңізден құтылып жатсыз. Енді сыбағаңызды ішіп, өзіміз шай ішейік, тамақ ішейік, ал балалар ойынға кетсе тыныштық сақтайық. Ал құтты болсын ал. Немереңізге ие болыңыз деп жатыр. Айтма. Алдарыңызда болған бірінші А және бірінші Ә сыныбы. Рахмет.